Маған ешқашан құда түспеген. Біздің көшеде 14 үй тұратын барлық қызға құда түсіп көрген. Тек маған түспеген ғой. Мысалы, бір үйге қонаққа бара қалсақ, басқа қыздар сұрайды, кімнің қызы? Менің інім бар еді, менің балам бар еді деп. Маған ешқандай сұраныс жоқ. Ойлайтынмын, неге? Вроде түрім әдемі, бойым ұзын, ақылдымын, сабақ жақсы оқимын. Мені келін қылғылары келмей ма деп. Бірақ біреу бір нәрсе айтса, түріме сразу жауап шығып тұратын. Өтірік нәрсе айтса, күлмейтінмін. Өтірік мақтаса, қуанбайтын қыз едім. Жұмыс істеймін, орамал тақпаймын, қызыл халат кимеймін деп. Сөйтсем, ол да дұрыс болыпты ғой, неудобный болған екем. Қазіргі психологтар айтатындай нағыз грин флаг қыз болыппын. Өзімнің не қалайтынды, қандай жігітке шығатынды, қандай жерге барсам да, жалпы өзім болып қалатынды білдім. Қазір отбасылымын, 3 баламыз бар. Жолдасымыз стоматолог, өзім блог жүргіземін. Сол арқылы табыс табамын. Жолдасым екеуміз бәріне шүкір бірге қол жеткізіп келе жатырмыз. Сөйтсем, мәселе менде емес екен. Мен өзімді түсінетін, менің еркін мінезімді сыйлайтын, мені өзгертуге тырыспайтын адамға арналған екем. Және сол адамды кездестірдім де. Сондықтан ешкім ешқашан өзін кішірейтпесін.